Неге батпақтар туралы көп адам айтпайды? Өйткені бұл сулы жерлер үлкен климаттық машиналар, жабайы табиғаттың мекені географияның еленбейтін бөлігі. Кел, мұны 1,5 минутта түзетейік. Бірінші факт, көлемі таң қалдырады. Пантанал. Пантанал Бразилиямен көрші елдерді қамтиды. Маусым сайын су басады. Батыс Сібір ойпаты көкжиекке дейін созылған шымтезек пен батпақтар. Екінші факт, мангр ағаштарының алыптары. Сундарбандар. Үндістан мен Бангладештің бойында жердегі ең үлкен мангр орманы, жағалаудағы батпақтың супер қаһарманы, дауылдарды бәсеңдетеді, жолбарыстарды қолдайды. Үшінші факт, тереңдік айласы. Тереңдік каньондар сияқты емес, шымтезек пен органикалық балшық қабаттары. Қабаттар мыңдаған жылдарға метрлерге дейін жиналады. Олар көміртекті табиғи қойма ретінде сақтайды. Төртінші факт, биологиялық әртүрліліктің қуат көздері. Ұсақ жәндіктер, құстар, балықтар, қолтырауындар, ірі мысықтар, сирек жолбарыстар. Олар өсіру алаңдары, балабақшалар, көші-қон кезіндегі аялдамалар. Бесінші факт, климат және қауіп. Батпақтар көміртекті көп мөлшерде сақтайды. Құрғатылса немесе өртенсе, үлкен шығарынды көзі болады. Оларды қорғау, климатты қорғау, жергілікті қауымдастықтарды қорғау. Қысқаша қорытынды, батпақтар жай ғана бос жерлер емес. Олар географияның алыптары, климаттың алыптары, тіршіліктің алыптары. Егер